Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Қытай тауарлары каналы. Бүгін мен сіздерге AliExpress сайтынан келген әртүрлі қызықты тауарларды көрсететін боламын. Бірінші тауар ол міне осындай бір наушник. Бұл наушникке обзор менің видеомда болған. Егер де көрмесеңіз, сілтемесін төменде қалдырамын. Мына жерінде Adidas деген логотип бар. Мына жерінде де осындай Adidas наушник жасап тұр, жақсы. Дауысы бәрі жақсы шығады. Егер де өздеріңізге тапсырыс бергілеріңіз келсе, сілтемесін төменде қалдырамын. Келесі тауар ол міне мынандай подставка. Бұл подставка телефон қоюға арналған. Міне бұны былай, мысалға телефонды подставканы осылай ашасыз, телефонды осылай және де былай өзінің әртүрлі углдарымен осылай да қойды. Әртүрлі өзіңізге ыңғайлы етіп, әртүрлі етіп қоюға болады. Бұның да егер де ұнаса алғыңыз келсе, бұның да сілтемесін төменде қалдырамын. Келесі тауарымыз ол міне мынандай OTG переходнигі. Бұл да менің алдыңғы видеомда болған болатын. Мына жерінде OTG, мына жерінде IB, артында OTG деп жазылып тұр. Бұл да мысалға мына басы микро USB. Бұны басын смартфонға салып, мына жеріне флешканы салып, флешканың ішіндегі файлдарды оқысаңыз да болады. Мына жеріне мышканы тығып, сотканы мышкамен де былай басқарсаңыз да болады. Келесі тауарымыз ол мынандай пышақ. Складной нож деп айтады бұны. Осындай пышақ. Ұстайтын жері қара, жақсы, қолға ыңғайлы тұрады. Былай жақсы ашылуға болады, ешқандай қатты ештеңе істемейді. Мына жерінде мынандай міне карабині бар. Бір жерге былай сөмкеге немесе басқа бір жерге болса іліп қоюға болады. Енді тағы да мына жерінде мындай бір қыстырмасы ма осындай бар. Бұл пышақты походқа бір жерге пикникке бір жерге шыққанда керек болса алып шығуыңызға болады. Бұның да сілтемесі осы видеодағы барлық тауарлардың сілтемесінің бәрі төменде болады. Мына тауарымыз ол міне мынандай адаптер или переходник деп те айтуға болады. Бұны кешірім сұраймын. Міне мынандай, бұны басын мысалға телефонға салып, мына жерін бір наушник салып, мына жерін тағы бір наушник салып, мысалға бір телефоннан екі адам музыка немесе видео қараса да болады. Бұл соған арналған құрылғы. Сондай жақсы құрылғы. Осындай мынаусы бар. Бұны басын біреу қылып жоғалтпас үшін кілтіңізге бір дегенге іліп қойсаңыз болады. Сонымен келесі тауарға кеттік. Келесі тауарымыз ол міне мынандай 3D VR очки. 3D VR очки. Бұл мен заказ бергенде осындай қорапта келген. Қазір ішін ашып көреміз. Бұның ішінде осындай целлофанда оратылған өзінің
лупасы сияқты, линзасы сияқты мындай өзінің құрылғысы. Міне мына жерінде VR glasses деп жазылып тұр. Мына осы да мынаған керек құрылғы, және бұның ішінде тағы осындай комплектіге осындай салфетка салып жіберген болатын. Мына линзасы бөлініп қалса сүртіп тұру үшін сондайға арналған. Қазір сіздерге бұны құрастырып көрсетемін. Міне бұл осындай болып құрастырылады. Мына жеріне киіледі өзінің. Мысалға мына жерін ашып, осы жеріне смартфонды тағып қойып, смартфоннан 3D видеоны YouTube'дан қосып қойып, осылай 3D-мен рахаттанып қарап отырсаңыз болады. Және де бұны қараңғы жерде наушникпен тыңдасаңыз өте керемет болады. Бұнда егер алғыңыз келсе, ұнаса сілтемесі төменде бар. Келесі тауарға кеттік. Келесі тауарымыз ол сағат. Өздеріңіз де бағана менің қолымда тұрғанда байқаған шығарсыздар. Бұл осындай силикон сағат. Мына жерінде сағат пен минутты көрсетеді, сосын сағат пен минут, ай мен күні, сосын мына жерде секундын көрсетеді. Мен бұндай сағаттың екеуін тапсырыс берген болатым AliExpress сайтынан. Біреуін қара алдында көргендеріңіздей, бұл мен бұрында тапсырыс берген болатым. Мен ол алдында тағы видеода алған сағатымды досыма сыйлыққа бердім. Осындай жақсы сағат. Ұнаса сілтемесі төменде болады. Келесі тауарымыз бұл мынандай сағат. Классикалық күде жасалынған. Мына жері дермантин. Сағат өзі мен бұны бұрында да заказ берген болатым. Бұл сағат жасап тұр, жақсы. Бір-екі рет қолдандым. Жері темір. Мына жерінде секунды тағатына. Бұлай жақсы. Качествосы бәрі жақсы. Бұнда сілтемесін төменде қалдырамын. Келесі тауар. Енді келесі тауарымыз мынаның не екенін айтпай қойсам да бәрі біледі деп ойлаймын. Бұл өзі осындай. Бұнда AliExpress сайтынан келген, заказ берген болатын. Бұл мен алған кезде бағасы 300-400 теңге шамасында болатын. Өзі түсі осындай сарғылт, золотистый дейді. Және кішкене мына жерінде өзі түсі кетіп жатыр. Егер де ұнаса, бұның да сілтемесі төменде қалдырамын. Достар, және де менде тағы да бір USB вентилятор болатын. Мен оны қазір сіздерге көрсетейін десем таба алмай тұрмын. Өзі сондай USB вентилятор. Неге ноутбукқа, компьютерге немесе пауэрбанкқа қосқанда өзі сондай айналады. Ыстық күндері жақсы жел беріп тұрады. Және бұның да басы USB және микро USB түрлері бар. Қазір менде енді ешқандай жоқ, көрсете алмаймын. Бұның да бірақ егер де білетін болсаңыздар, сілтемесін төменде қалдырамын. Бүгінге осы достар. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, осы видеоға лайк қойып, каналға жазылуыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.